Сәлеметсіңдер ме, құрметті балалар? Бүгінгі сауат ашу негіздері ұйымдастырған оқу қызметіне қош келдіңдер. Менің аты-жөнім Мукашбекова Сайрангүл Сарқытбайқызы. Бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметінің тақырыбы кел танысайық, сөйлеу. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын сендердің көңіл күйлеріңді орнатқым келіп отыр. Ол үшін мына ойынды сендерге ұсынбақпын. Бұл ойынның аты жануарлардың қимылына қарап анықта. Бұл ойынның шарты, яғни сендер көрген жануарларды танып, қасымыздағы көршімізге атын сыбырлап айтамыз. Немесе осы жануарлардың қимыл әрекетін ым-ишара арқылы көрсетеміз. Ойын ойнауға дайынбыз ба? Кәне, кеттік. Қандай жануарды көріп тұрмыз? Жарайсыңдар. Кәне, атын қасымыздағы көршімізге сыбырлап айта қойыңдар. Қандай жануар екен? Қоян. Келесі жануар қандай жануар? Кәне, атын сыбырлап көршімізге жеткіземіз. Әрине, аю екен. Келесі жануар қандай жануар, балалар? Күшік. Кәне, күшікті қимыл әрекетпен көрсетеміз, ым-ишарамен көрсетеміз. Жарайсыңдар. Келесі бізде қандай жануар екен? Дұрыс айтасыңдар, қасқыр. Ал енді қасқыр қандай қимыл көрсетіп жатыр? Қасқыр ұлиды екен. Кәне, қасқырдың қимыл әрекетін ым-ишара арқылы көрсетеміз. Қасқыр ұлиды екен. Жақсы, келесі жануарға назар аударайық. Қандай жануар екен? Ол қандай қимыл әрекет көрсетіп тұр? Ым-ишарамен көрсетеміз. Көзін жыпылықтап жатқан қандай жануар екен? Мысық. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар. Енді балалар, әрі қарай көңіл күйімізді әрі қарай орнату үшін мен сендерге осы жануарлармен бірге қимыл жасауға шақырамын. Көңіл күй жақсы болса, ұр шапалақ. Көңіл күй жақсы болса, ұр шапалақ. Көңіл күй жақсы болса, ұр шапалақ, шапалақ. Көңіл күй жақсы болса, ұр шапалақ. Балалар, бүгінгі сабағымызға қонақ келіп отыр. Ол қонақ журналист тілші. Сендермен кел танысайық айдарын жүргізбекші. Журналист тілші сендермен танысып, сұхбат алғысы келеді. Сендер туралы мақала жазбақшы. Журналист тілші адамдардан ауызша сұхбат алып, баспа бетіне мақала жазады. Кезек журналистке сөз берсек. Кел танысайық айдарына қош келдіңдер. Сендерге қоятын бірнеше сұрақтарым бар. Ал, кеттік. Аты жөнің кім? Керемет. Сен неше жастасың? Немен шұғылданасың? Өте қызықты. Аға, әпке, іні, қарындастарың бар ма? Қандай ойыншықтармен, кіммен ойнағанды ұнатасың? Керемет, қызықты екен. Балалар, көптен көп рахмет. Жақсы, бүгінгі келген қонағымыз сендермен әлі де толық танысқысы келеді екен. Сендердің білімділіктеріңді, сабаққа деген ынталарыңды, тапсырманы қалай орындайтындықтарың туралы тыңдап, баспа бетіне жарияламақшы. Ендеше менімен бірге тапсырманы орындауға дайынсыңдар ма? Жарайсыңдар. Ендеше бірінші тапсырмаға назар аударайық. Балалар, бірінші суретте не болып жатыр деп ойлайсыңдар? Балалар бір-бірімен қалай танысты? Мектеп ауласында кімдерді көріп тұрсыңдар? Балалар қандай киім киген? Олар бір-бірімен қалай танысып жатыр? Ал енді ойлаңдаршы, олардың жастары нешеде деп ойлайсыңдар? Сендердің жастарың нешеде? Салыстырып көріңдер. Қыздар жапырақтан не жасады? Жақсы балалар, жарайсыңдар. Жақсы балалар, екінші тапсырмаға назар аударайық. Ануар сөзді қалай тыңдады? Айгүл мен Әлия бір-бірімен қалай сөйлесті? Дұрыс айтасыңдар. Ануар сөзді құлаққап арқылы компьютермен тыңдады. Айгүл мен Әлия бір-бірімен сыбырлап сөйлесті. Яғни біз алдағы ойында жануардың атын сыбырлап сөйлесу арқылы атадық. Жарайсыңдар. Сөйлеу арқылы адамдар бір-бірімен қарым-қатынас жасайды.
бірін-бірі түсінеді. Сөйлеу дегеніміз оқу, жазу, сұраққа жауап беру. Сонымен қатар қимыл арқылы өз ойларын білдіруге болады екен. Өз ойымызды ақырын, сыбырлап сөйлеуге болады және айғайлап жеткізуге болады екен. Жарайсыңдар балалар, мен сендерге енді сергіту сәтін ұсынамын. Кәне бәріміз бірігіп, серігіп демалайық. Бала, бала, балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бала, бала, балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Жақсы балалар, серігіп демалсақ, енді біз үшінші тапсырмаға назар аударайық. Балалар өз ойын достарына қалай жеткізді? Жазу үшін олар не қолданды? Әрине, дұрыс айтасыңдар. Екі суретті де салыстырсақ, өз ойымызды жазбаша жеткізуге болады екен. Қағазға жазу арқылы және компьютерге жазып, почта арқылы жіберіп сөйлесуге болады екен. Балалар, енді төртінші тапсырмаға назар аударайық. Мына балалардың қимылынан не айтып тұрғанын түсіндіңдер ме? Олар бір-бірімен қалай сөйлесіп тұр? Дұрыс айтасыңдар, олар бір-бірімен қимыл арқылы, ым-ишара арқылы сөйлеседі екен. Яғни сөйлеудің біз бүгін бірнеше түрімен таныстық, ауызша, жазбаша сөйлеу түрі бар екен, ым-ишарамен және айғайлап сөйлеу, сыбырлап сөйлесу түрлерін білдік. Ендігі балалар 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Бұл тапсырманы орындамас бұрын мына төмендегі суретке назар аударайық. Жазу барысында біз қалам мен қарындашты мықтап, дұрыстап ұстаймыз. Және орындыққа отыру барысында денені тік ұстауын қадағалаймыз. Орындықта дұрыс отырмаудың салдарынан омыртқа жотасының қисайып кетуі мүмкін. Енді осы ережені сақтай отырып, тапсырманы орындауға кірісеміз. Жақсы, жарайсыңдар, тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Бүгінгі оқу қызметі ұнады ма? Балалар, бүгінгі оқу қызметі ұнады ма? Сөйлесудің қандай түрін білесің? Сөйлесудің қандай түрі сендерге ұнады? Сендер достармен қалай танысар едіңдер? Әнуар сөзді қалай тыңдады? Айгүл мен Әлия бір-бірімен қалай сөйлесті? Балалар өз ойын достарына қалай жеткізді деп ойлайсыңдар? Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі сабақты сендер түсінді деген ойдамын. Сабақтан алған әсерлеріңді мына 3 түспен белгілеп кетсеңдер. Қызыл түс түсінбедім, сары түс жартылай түсіндім, жасыл түс бәрін түсіндім. Жарайсыңдар, бүгін сендер сабаққа өте жақсы қатыстыңдар. Керемет, жарайсыңдар. Тамаша, мен сендерге ризамын. Сау болыңдар балалар.